Олардың дауысы жуан болады, оның тон төмен деп айтамыз, төмен, низкий деп айтамыз, төмен деп айтамыз. Дауыстар жуан болады. Қыздардың дауысы жіңішке болады, оның тон жоғары болады, тон жоғары болады. Тон жоғары болады деген сөз, жиілігі қатты болады деген сөз. Қыздардың дауысының жиілігі қатты болады, алысқа барады, алысқа естіледі, тон немесе жиілігі жоғары болады. Олардың көбінесе жиілігі төмен болады. Ультрадыбыс, инфрадыбыс деген не нәрсе? Инфрадыбыс деген сөз, жалпы адамның құлағы осы жиілікте естиді екен. 20 Гц пен 20 Гц-тің арасында адам құлағы естіп тұрады екен осының арасында. Бірақ та жас өскен сайын, тәтейген сайын мынау арасы қысқара береді. Мысалы 2000 мен 16000 деген сияқты. 70-ге келгенде уже 10 мен 15000 деген сияқты сондай болып қалады. Ана диапазон қысқарады. Кейбір дыбыстарды мысалы сендер естуі мүмкінсіңдер, мысалы 17000, 18000 Гц-ті. Мен естімеймін ше олар, ол дыбысты естімеймін. Ультразвук сияқты дыбыстар болады, соларды естуім мүмкін. Яғни адамның құлағы нашарлайды екен. Бірақ та ең жақсы есту қабілеті 18 жасқа дейін екен. Оған дейін құлақ нашарланады екен. Одан асқаннан кейін құлақ нашарлайды екен, есту. Сол кезде 20 Гц-те 20 Гц арасындағы дыбыстардың бәрін естиді екен. Бірақ оғанға дейін бар ғой, мысалы 5-6 деген сияқты, 20-ға дейін. Соны біз инфрадыбыс деп атаймыз. Егер де 20 Гц-тен жоғары болып кетсе, 20 22000 деген сияқты, оны біз ультрадыбыс деп атаймыз. Инфрадыбыс деген көбінесе немелер шығарады инфрадыбысты. Жарғанат шығарады, сосын жәндіктер шығарады инфрадыбыстарды. Жәндіктер шығарады, тышқандар шығарады инфрадыбыстарды. Ультрадыбыс деген сөз, ультра деген сөз өте үлкен деген сөз, жиілігі көп деген сөз. Ультрадыбысты көбінесе дельфин шығарады, киттер шығарады ультрадыбыстарды. Иттің құлағы естиді ультрадыбысты негізі. Ультрадыбыстарды. Адам құлағы оларды естімейді. Сонда бізде инфрадыбыс адам құлағы еститін дыбыс, сосын ультрадыбыс болып бөлінеді. Осын жасайық, 20 Гц пен 20 Гц дейін адам құлағы еститін дыбыс, 20 Гц пен 20 Гц дейінгі аралықты біз адам құлағы еститін жиілікке дейін. Адамның құлағы жиілігі 20-дан 20-ға дейін. Жазып қойық, 20-дан 20-ға дейін. Адам құлағы еститін дыбыс 20-дан 20-ға дейін. Сонда жиілігі 20 Гц-тен төмен болса, құма толқындар болады, инфрадыбысы болады. Жоғары болса, ультрадыбыс болады, ультрадыбыс болады. Келесі. Камертон деген құралды өткенде өрісіндегі көрсеткен, резонанс кезінде көрсеттік қой. Осы камертон доға тәріздес болады, оның нотасы ля деген дыбысты шығарады. Музыкалық дыбыстар, музыкалық дыбыстар біз гармоникалық деп атаймыз. Енді акустикалық резонанс. Акустикалық резонанс қалай болады? Біз өткенде жай резонанс өткен кезде сіздермен көрсеткенбіз. Екі камертон бір-біріне қарап бөлігін ұратын болсаң, екіншісінен дыбыс шығып тұрады. Осы арқылы біз оның резонанс екенін білеміз. Резонанс болып жатқан. Акустикалық резонанс дененің меншікті жиілігі дыбыс толқынының жиілігімен сәйкес келгенде дене тербелісінің амплитудасының артуы дейді. Қалай түсінеміз бұны? Мысалы, дыбыс шығарып тұрасың, сол стақан болса, стақанға бір айғайлап тұрасың, мысалы, дыбыс беріп тұрасың, егер екеуі сәйкес келіп қалса, стақан сынады деген сөз, амплитудасы артып кетеді. Дыбыс арқылы да жаңағы нәрселерді жоюға болады екен. Үйді құлатуға болады, басқа да бір әскери немелерді негізі көбінесе акустикалық резонансты пайдаланады екен. Адамдарды өлтіру үшін де пайдаланады екен. Соғыстар, дыбыстарды, ультрадыбыс, инфрадыбыстар қолданады, адамға жаман әсер етеді. Даже мысалға сендер хоррор кинолар көресіңдер ғой, қорқынышты кино көрген кезде өзің қорқып отырасың да, бірақ неге сен қорқасың? Өйткені ана дыбыстың ішінде жиілігі жоғары дыбыстар әтейшін салып жүреді кинода, хоррор киноларда. 20 Гц-тен жоғары дыбыстар салып жүреді ғой. Сол кезде сен өз автоматически сенде қорқыныш пайда болады да. Кино қорқынышты болмаса да сен қорқып отырасың. Адамды қорқыныш тудырады. Яғни жиілігі жоғары дыбыстарды көп қарасаң, адамда қорқыныш пайда болады екен. Яғни осындай эффектларды кинода көп қолданады екен. Киноларда, нелерде, или жиілігі төмен немелерді қолданады кейбір киноларда. Сосын адамның несін тарту үшін, мысалы адамның көзі 60 кадрда сондай ғана көреді. 60 кадр көреді. Рекламаларда нелерде, мысалы қарасаңдар, кішкентай балалар жиі қарай береді, қарағысы келіп тұр. Өйткені онда 61 кадр жасап жүреді, әтей. Рекламалардан 61 кадр болады. Сен ана көргің келіп тұрды, өзін көргің келіп
Бұндай нәрселерді эффектілер пайдаланады. Эхолокация деген осыны жазайық. Қазір формуласын жазамыз. Эхолокацияның формуласы v-ті бөлінген 2. Енді эхолокация қай жерде пайдаланамыз? Эхолокациялар қай жерде пайдаланамыз? Көбісі самолеттерді радарға түсіргенде, подводный лодкалардан радарға түсіргенде, көбісі радарға түсіру үшін жаңағы осы эхолокацияны қолданамыз. Мысалға біздің Қазақстанның төбесінде, мысалы Американың басқа да мемлекеттің самолет ұшатын болса, соны анықтау үшін эхолокация пайдаланылады. Көбісі границаларда тұрып эхолокацияларды, көбін антенналар. Олардың немелері қандай болады? Жұмысы? Олар мысалға эхолокация бүйтіп тұр, мысалға. Бүйтіп тұр дейді, мысалға эхолокация бүйтіп тұр дейді. Ол дыбыс шығарады, мысалы самолет бірден ұшып барады дейді, мына жерде. Соған тиеді, қайтадан. Сол кезде оның араға шыққанын анықтайды. Араға шыққан сөйтіп анықтайды. Барады және қайтады. Сол үшін біз барып қайтады, екіге бөліп тұрғанымыз сол да жолымыз x-ті. X деген жол ғой. Бізде негізгі формулада қалай болсын, s деген v-ті болады. Құр ол барады. Қайтқаннан кейін біз оны екіге бөліп тұрмыз да. Эхолокацияда көбінесе жолын табу үшін, қашықтығын табу үшін екіге бөлесің. Келесі дыбыстың реверберациясы деген не нәрсе? Дыбыстың кедергілерден шығарылу салдарынан есту уақытының артуы. Реверберация кезде болады көбінесе. Мысалы, комната пустой болса, мысалы, үйге өрт жасаған кезде, мысалы, бірдеңе істеген кезде комнаталардан заттардың бәрін жабылса, айғайлатқан дыбыстар эхо сияқты шығып тұрады, ұзарып кетеді. Соны біз реверберация деп айтамыз. Көбінесе реверберация бізде қай жерде көп болды, қай ресторандарда болды, мысалы, примерно ол жерде. Мысалы, ханшайымда мысалы, тамада сөйлеп тұрып, бастапқы дауысы мен соңғы дауысы екеуі бір-біріне шатысып кетеді, біз ұқпайсың ба, не айтып тұр деген сияқты. Соны біз реверберация деп айтамыз. Реверберация және есту уақытын ұзарып кетуі. Келесі. Эхолокация ненің көмегімен жүзеге асады дейді? Эхолокация көбінесе ультрадыбыстың көмегімен жүзеге асады, ультрадыбыс жіберу арқылы. Енді бізде есептер бар, осы есептерді шығарамыз. Осы есептерді шығарайық.